Сәлем достар, бүгінгі видеом капустаны тұздауға арналады. Мен 2 дана пекин капустасын жуып тазалап, осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Одан соң жылы суға тұзды салып еріттім. Шелектің ішіне целлофанды ыңғайлап қойып, сосын капустаны кезектестіріп нығыздап салдым. Тұзды суымызды құйып, бетін жауып қояйық. Жобамен 2-3 күнде дайын болып қалады. Капустаның дайын болғанын майыстырғанда сынбай, майысуынан білуге болады. Дайын болған соң шелектен шығарып салқын сумен кезектестіріп жуып алдым. Содан соң 1-2 сәбізді үккіштен өткізіп, тұз сеуіп араластырып 15 минутқа қойып қойыңыз. Суы шығып, майысқақ күйге енген соң салқын сумен жақсылап жуып алыңыз. Сәбізге ащы қызыл бұрышты араластырып алып, жуып қойған капустамыздың әр қатпарын жайып, арасына жағып шығамыз. Достар, қазақша каналға қолдау ретінде каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетулеріңізді сұраймын. Капустаның әр бөлігіне толықтай жағылған соң, шелек түбіндегі өз суын немесе салқын суды капустаның үстіне батырыңқырап құйып қойыңыз. Тұздалған капустамыз осымен дайын болды. Салқын жерге сақтап, күнделікті ас ішкенде дастарханға ұсынсаңыз болады. Осы рецептпен жасап көрсеңіз, комментарийге жазып кетіңіз.